Құрметті жақсылар, өз құқықтарыңызды біліп жүріңіздерші дегім келеді. Неге? Өйткені кеше танысым айтып жатыр, паркта отбасыммен араланып жүрген кезімде ішкі істер қызметкерлері келіп, қалтамды тінтіп, заттарды алып қойды деп жатыр. Бұл заңсыздық. Неге? Өйткені бірінші кезде оның қателігі ішкі істер туралы заңның 19 баптың 5 бөлігі негізінде өзін таныстыру және куәлігін көрсету керек болады. Естеріңізде болсын, сіздің қалтаңызда қандай зат болатын болса да, қылмыстық процесс кодексінің 55 бабы негізінде тінтуге санкция керек болады. Ешкімнің де мүлкін алуға, немесе оның қалтасын тінтуге, сумкасын тінтуге ақысы жоқ. Өзінің иесі рұқсат берсе ғана, және де санкциямен ғана көруге болады. Мейлі санкциямен оның қалтасын тінтіді, затты көрді, оны алды делік. Алғаннан кейін де оны өзіне алу үшін де бөлек санкция керек болады. Соны біліп жүріңіздер. Бұл әкімшілік кодекс болсын, қылмыстық кодекс болсын, кез келген кодекс заңнама негізінде заңдылық қағидаты немесе заңдылық принципі бар. Сол заңсыздық болып табылады. Естеріңізде ұстаңыздар.